Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 66-шы сабақты өтеміз. Бүгін балалар жаңа әріппен танысамыз. Бұл бізде П әріпі. П, папа, П, парта деген сөзде келетін П әріпімен танысамыз. Кәнекей балалар, П әріпін айтып көрейікші бірге. П. Балалар, біз П әріпін айтқан кезде біздің өкпемізден шыққан ауа қысылып шығады екен, бұл бізде яғни дауыссыз әріпке жатқызылады. Және де біз балалар дауыссыз әріптерді қандай түспен белгілейміз? Дұрыс айтасыздар, өте дұрыс айтасыздар. Дауыссыз дыбыстарды біз көк түспен белгілейді екенбіз, яғни П әріпінде біз көк түспен белгілейміз. Бұл бізде себебі дауыссыз дыбысқа жатқызылады, Балалар, суретке қарайықшы. Суретте не көріп тұрсыздар? Топ ойнап жүрген екі баланы көреді екенбіз, Олай болса, балалар, осы сурет бойынша шағын мәтін құрастырып көрейік, Балалар, бұл суретке қарап, біз мынандай мәтін құрастырдық. Алаңда Парасат пен Әсет футбол ойнап жүр. Бірі допты теуіп, екіншісі оны тоқтатуға тырысады. Балалар өте көңілді. Ойын олар үшін қызықты өтіп жатыр. Бүгін олар әліппе сабағында жаңа П әріпін танып, оны санағыштардан құрап үйренді. Мінекей балалар, олай болса, бүгін біз П әріпін жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге балалар санағыштарымыз көмекке келеді. Кәнекей балалар, санағыштарыңызбен П әріпін жасап көріңіздерші. Ой, жарайсыздар, өте керемет. Олай болса, балалар, мына жерде бізде ненің суретін берген? Ала доптың суретін берген екен, Олай болса, жазайықшы. Доп сөзінде, балалар, 3 әріп бар екен, Бір дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс бар екен, Доп, П әріпі бізде дауыссыз дыбыс. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде балалар біз күндегідей сөздерді буынға бөліп оқимыз, және де мен сіздерге мәтін оқып берем. Бүгінгі мәтініміз өте қызықты деп ойлаймын. Олай болса, балалар, алдымен мына сөздерді барлығымыз қормен дауыстап, буынға бөліп оқиық, Кәнекей бастаймыз. Доп, топ, сап, қап. Бұл сөздер, балалар, бір буыннан тұрады, Себебі бұл жерде бір ғана дауысты дыбыс бар. Ал келесі сөздерді оқиықшы. Апа, арпа, аспан, ақпан. Әрине, балалар, бұл сөздер екі буыннан тұрады, және де екі дауысты дыбыс бар. Жарайсыздар. Ал балалар, бүгінгі мәтініміздің тақырыбы доп ойнау деп аталады. Мектепте спорт алаңы бар. Сабақтан соң доп ойнадық. Оспан шабуылшы, Талап қақпашы болды. Мен допты қақпаға дәлдеп соқтым. Жарайсыздар, балалар, ары қарай мына бір тапсырманы бірге орындайық, Бұл жерде бізде, балалар, әртүрлі түстер берген, Сол түстерді өздерінің түстеріне қосатын болсақ, яғни екі буынды қоссақ, бірдей түстегі бір сөз шығады екен, Олай болса, балалар, кәнекей оқып көрейік. Аспан, дәптер, арпа, ақпан. Олай болса, балалар, осы сөздерімізді дәптерімізге қатесіз көркем түрде жазып қояйық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.